өзімізді қаламаймыз, өзімізді последний очередьқа қоямыз. Соның ішінде қазақтың әйелдері бүйтеді, балам бар, күйеуім бар, енем бар, ағайыным бар, туысым бар деп бәрін ойлап жүреді де өзін ұмытып кетеді. Ал адамның өз хақысын өзіне бермесе, осы подавленный эмоцияның кесірінен ол жабыла береді, и содан кейін мынау өкпе, реніш, блок, зажим, соның барлығы оның ішінің қысылуына әкеледі, сол эмоциясының қысылуына әкеледі. Сөйтеді де ол адам өзіне ауру тауып бастайды. Ал егер де сол ситуацияны өзі бәрін қойып, мен өзімде өзім жоқ болып кетіппін, мен ананың өмірінде бар, мынаның өмірінде бар, бірақ өзімнің қалауымды мен бермей жатырмын деген кезінде адамның денесінде ауру әкеледі. Себебі ауру не үшін беріледі Құдайдан? Ол адам отырып өзінің өміріне оценка жасау керек. Неге мен бұлай ауырлап кеттім? Неге мен бұлай ішім ауырып жатыр? Дегенде оған түсінік келеді. Оказывается, мен бәрінің өмірінде бармын, бірақ өзімнің өмірімде жоқпын. Өзімнің қалауымды істемей қойыппын деген кезінде оған түсінік келеді. Сол арқылы өзінің қалауын істеп бастағанда адамның өмірі күрт жақсыға өзгереді. Соның ішінде бірінші вибрациясы көтеріледі, өзінің энергиясы көтеріледі. Энергиясы көтерілу деген сөз өзінің ішкі халі көтеріледі, то есть иммунитет көтеріледі. Иммунитет көтерілсе, организм, еще раз хочу напомнить, саморегулирующийся, самовосстанавливающийся. То есть ішкі халі көтерілген кезде өз организм өзінің қалыпқа келіп, өзі қайтадан жаңадан туылған адамдай болады.